Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, тыңдаушылар. Бүгін біз кезекті өзіміздің музей қонағы Айдар бойынша бағдарламамызды бастаймыз. Қонағымыз да қосылып жатыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгінгі музей қонағы Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының Астана қаласындағы филиалының директоры, тарих ғылымдарының кандидаты, археолог Мамиров Талғат Базарбайұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Құрметті біздің тыңдаушылар, көрермендер, біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз Ақтөбе облысы аумағындағы тас дәуірінің ескерткіштері. Егер осы мәселе бойынша, осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, тікелей қойып, маманға өзіңізді қызықтырған сұрақтарға жауап алуыңызға болады. Біз енді өзіміздің тарапымыздан Ақтөбе өңірінің ескерткіштері, соның ішінде тас дәуіріне байланысты бірқатар мәселелерді талқыласақ деген ойдамыз. Талғат Базарбайұлы, енді бірінші сұрағымыз, жалпы өңіріміздің тарихын біз қай кезеңнен бастаймыз? Енді тас дәуірінен бастаймыз деген қазір пайымдаулары бар. Соның нақты уақыты, кезеңі, осыған тоқталып өтсеңіз, қай кезеңге біздің тас дәуірінің ескерткіштері жатады? Жақсы. Енді Ақтөбе өңірі Қазақстан бойынша ең ірі облыстардың бірі болып саналады, Қарағанды облысынан кейін қазіргі уақытта. Сондықтан осы біздің облыста, Ақтөбе облысында көптеген зерттеулер жүргізілді. Соның бір 1999-2001 жылдар зерттелген жұмыстардың нәтижесі бойынша Ақтөбе облысы біріншіден мекендеген адамдар ол палеолит дәуіріне жатады, бірақ палеолит өзі де бөлінеді ғой бірнеше кезеңге. Ол ерте палеолит бар, орта палеолит, кейінгі палеолит. Сол зерттеулердің нәтижелері бойынша ол ерте палеолит дәуіріне жатады, бірақ ескерткіштер бәрі де ашық түрінде мәдениет қабаты болмағандықтан ол салыстырмалы түрде аналогияны іздеп мындай болжамға келеді. 500-350 мың жыл бұрын деп мекендеген деп сондай не бар, нәтижесі бар. Шамамен ол ерте палеолит, енді 500 мың жыл бұрын мекендеген деп айтуға болады Ақтөбе облысы. Жалпы онда қазіргі пайымдаулар бойынша Ақтөбе өңірінің тарихы сол 500 мың жыл бұрынғы дәуірден бастаймыз. Болады, айтуға болады. Ашел мәдениетіне солай апаруға болады. Рахмет. Бірақ нақты ондай дата біз көрсете алмаймыз. Енді өткенде бізде не жоқ, оған абсолюттік дата жоқ. Абсолюттік дата жоқ. Түсінікті. Шамамен аналогия, ұқсастықтарға байланысты біз осы кезеңнен бастау аламыз. Яғни сонда бұл кезеңнің біз осы ерте палеолит дәуірі ғой енді. Сонда біз өңірімізді сол 20-шы ғасырдың аяғында ғана аштық па? Осы кезеңде алғашқы адам қоныстанған ба? Енді зерттеулер жүргізілді. Ол өлкетанушылар Ақтөбе облысында енді атақты өлкетанушылар болды. Ол Радионов дейтін бұрынғы геологтар, сосын Стегедин геолог Ростислав Александрович. Ол кісілер бірнеше мындай кездейсоқ артефакттар тапқан. Бірақ оны нақты қандай уақытқа жатқызуға енді қиын болды. Өткенде ол бір-екі серия пайда болмайды. Дата алу үшін, бірдеме салыстырмалы жасау үшін, ол үшін серия керек. Бірнеше нуклеус болу керек, құрал болу керек, сол арқылы дәлелдеуге болады. Ал бір 5-6 артефакт тапқанда оны дәлелдей алмайсың. Сондықтан тек қана 99-2001 жылы нақты сол осындай болжамға келеді. Оған дейін енді кездейсоқ нелер болады, ескерткіштер, бірақ оны енді палеолит дәуіріне деп айта аламыз. Мүмкін ол орта палеолитіне жатады, бірақ ол 1-2 көп кездеспейді. Жақсы, рахмет. Жалпы енді бұл ескерткіштер облыс аймағының қай жерлерінен табылды? Жаппай ма, әлде жерлері бар ма, нақты аймақ? Енді
Нақты енді табылған жер ол Мұғалжар таулары. Мына Мұғалжар ауданында қазіргі сонда Бұлақты дейтін ауылдың маңайында бірнеше көлдер орналасқан. Ол деген Саркөл, Қамыстыкөл, Қаракөл бар. Солардың маңайында мұнда палеолит дәуірін зерттегенде бірнеше принципті қарау керек. Ол деген біріншіден шикізат болу керек. Өткені тас дәуірінде адамдар тек қана құралдар тастан жасағандықтан, оның қандай тас пайда бола алады. Ол өткенде әртүрлі тас құрал жасауға келмейді. Оны өз нелері бар, изотропность дейді бар, сондай нелері бар. Қандай тасты соққылап сындыруға болады, оның бәрін бұрынғы адамдар білген. Сондықтан ол біріншіден ол шикізат жерде бар, екіншіден ол су ресурсы. Өткенде енді адамдарға, енді адам, жануар бәріне су керек, сол су болу керек. Үшіншіден ол деген геоморфологиялық талдау жасау керекпіз. Қазіргі біз тұрып жатқан уақытта, енді голоцен дейтін уақыт, бірақ бұрынғы уақытта енді табиғат ондай болған жоқ. Ауа райы да басқа болды. Сондықтан оны қарау керек. Ол жерлер көбінесе су басып, алаң, ойпат жерлер, олар бәрі де судың астында болған. Өйткені біздің тарихымыз, Ақтөбе облысының тарихы тікелей байланысты Арал мен Каспий теңіздерімен. Олар кезінде бірнеше рет трансгрессиялық болған, регрессия болған. Сонда су жайып жүргенде көптеген жер ол судың астында болған. Сондықтан биіктеу жерлерді қарау керек. Биіктеу жерлер, шикізат бар, үшіншіден ол су бар жер. Ол сол бәрі принципқа жақсы келетін Мұғалжар таулары болды. Сондықтан Мұғалжар тауларында көптеген ескерткіштер ашылған. Сонда бұл енді осы ескерткіштердің анықталуының басты себептері Мұғалжар таулары, жаңа жоғарыда айтқан нақты өздерінің несі ғой, шикізат көзінің болуы, су қорының мол болуы. Енді сосын ең басты сол кездегі жаңа шаруашылықтың несі аңшылық шығар, аң аулау. Аң аулау, әрине, сол енді мына палеолит тас дәуірімен зерттейтін адамдар ол біріншіден нені қарау керек, палеонтологияны да қарайды. Мен сізге бір кітапты көрсетейін, мындай бар, справочник, анықтамалық, қандай аңдардың нелері табылған жерлері Қазақстан бойынша. Сонда археологтар палеолит дәуірін зерттейтін, олар оны да қарайды. Қай жерде ескерткіштер табылған, ол кезінде енді піл, слон вюста дейді, сосын мамонттың сүйектері қай жерде табылды, сосын ежелгі элосматерий, тағы да басқа кездейсоқ орындар болса, соның бәрін қарайды. Соны қарап, сосын болжам жасайды сондай. Біздің өңірдегі ескерткіштерге ұқсас, жалпы елімізде ескерткіштер табылуы, тас дәуіріне ескерткіштер, тас дәуіріне жататын ескерткіштер анықталды ма, және біздің өңірмен олар ұқсас па екен, айырмашылықтары бар ма екен, осы жөнінде не дейсіз? Енді Батыс Қазақстан Ақтөбе облысында, енді мына Мұғалжар тауына, енді біріншіден біз аналогия іздегенде тиіп тұрған аймақтарды қарайды. Енді былай қарағанда тиіп тұрған аймақ ол деген Маңғыстау өңірі, ол жерде ескерткіштері табылған, енді ол кітаптарға көп енгізілген Шақпақ-Ата дейтін жер, сосын Сарыташ дейтін ескерткіштер, сосын мына жақын арада енді мына Мұғалжар таулары, ол бір жағынан не болып келеді, енді геология бойынша ол мына Орал тауының соңғы нелері болады, оңтүстік соны болып келеді, соның жалғасы болып келеді. Сондықтан мына Орал тауының нелерімен қарағанда онда бірнеше ескерткіштер бар. Ол мына Башқұртстан жерінде Мысовая дейтін сосын тағы бір ескерткіштер бар. Сосын енді оңтүстікке қарағанда енді ең жақын ол мына Арал маңайында ол Акеспе, Ақыр дейтін ескерткіштер бар. Сол салыстырмалы түрде қарағанда, енді бұна мен айтып отырған қазіргі нем, ол мына зерттеушілер 2001 жылы жұмыс істеген нәтижелері, олар сонда қарағанда аналогияны
көптеген мына мұғалжар тауында табылған артефакттар, құралдар, олар бифастар. Бифастар өте мына ұқсас түрлері Кавказда табылған. Сатанидар дейтін, яштух дейтін ескерткіштерде. Соны соларға қарап, сосын мына сондай бифастар неде табылған, мына мысовая солармен сәйкестендіреді. Бірақ енді уақытын қарағанда, мына Кавказдағы ескерткіштерде нелері бар, абсолюттік даталар бар. Соларға сәйкестендіріп, сосындай не дата алып келеді. Дата алып келеді. Мына келесі бір сұрақ, енді көп жағдайда біз кездесіп отырамыз. Тарихшы есебінде, мысалы жай қарапайым адамның, тарихшы емес адамның мысалы сұрағы, ең бірінші сұрағы, сіздер тас дәуірінің мысалы кезеңдеуде, тарихын анықтауда сендер еңбек құралдарға сүйенесіңдер дейді. Енді тас еңбек құралдарына сүйенеді. Бірінші олардың сұрағы, жалпы сіздер осы тас дәуірінің еңбек құралдарын қарапайым тастан қалай ажыратасыңдар деген сұрақ бар. Көп кездесіп отырады ол. Мысалы ол мынауда тас, былай қарасаң, неге мынасы еңбек құралы, неге қарапайым тас емес деген мәселе. Жалпы ғалымдар осы мәселеде қалай ажыратылады тастар, еңбек құралдар? Ондай сұрақ жиі кездесіп тұрады. Өйткені археологтардың өздері басқа кезеңдермен айналысатын. Мысалы, ерте темір дәуірі, қола дәуірі бар, сосын енді орта ғасырлық дәуірмен. Олар да мына күмәнданады енді. Мынау тасты артефакт ретінде қарауға болады ма, әлде болмайды ма? Мысалы, мына неолит кезінде, мезолит кезінде мына тастар кішкене бір форма тәріздес болады, енді микролит бар. Ұшы сияқты ол енді көрініп тұрады. Оларды енді ажырату оңай, оны біледі. Ал мына нені палеолит дәуірінде оны ажырату өте қиын. Сондықтан ондай проблема археологияда бар, ондай эолит дейтін тастарды шығарады. Ол мына табиғи тас, бірақ ана жасанды сияқты болып келетін тастар, эолит дейді оны. Оны қалай ажыратуға болады? Жасанды ма, әлде табиғи ма? Оның бірнеше принципі бар. Біріншіден, жасанды тас ол соққы болған ол таста. Енді бірнеше техника болады, ол біріншісі ол таспен тасқа соғады, екінші ол деген ана отжимная техника бар. Бірақ мына палеолитте енді мына таспен жасанды болғанда бірнеше өзінде признагі болады. Ол біріншіден мына жанқа әлде не болса, тілімше болса, оны да ударный бугорок дейтін болады. Қай жерге соқпа түскен, мына төмпешігі болады, соқпа ұрған төмпешігі. Сосын екіншіден ол мына бет жағы болады, сосын ішкі жағы болады тастың. Ол дарсал дейміз, беткі жағы, ішкі жағы ол вентрал дейміз. Сол вентрал ол біріншіден ол нуклеусқа қосылып тұрған жері. Сосын мына удар алаңына ұрғанда, соқпа алаңына, сонда ол айырылып кетеді екеуі. Сол мына бірнеше признак болу керек, вентрал болу керек, дарсал болу керек, сосын төмпешігі болу керек, соқпа тиген төмпешігі, сосын нерсі болу керек енді. Мына өзін дарсал дейтін жері, ол бірнеше обработкасы болса, там конвергентті, радиалды, субпараллельді ұрғандар жерлері болса, сол бәрі төрт признак болса, онда айтуға болады, ол мына неге жатады деп, артефакт. Кешіресің, негізі маман болмаса анықтау қиындау екен енді. Анықтау қиындау, иә, оны мындай мына малтатастар болады. Малтатастар ол галькалар. Оны да енді мына алдаван мәдениеті дейміз ғой, онда ең бірінші тастардың ұрған нелері ол. Бір соқпа жасайды, чөппер жағы, бір жағы болса, екі жақтан чөп. Ондай тастар қазірде мына бірнеше ескерткіш бар, ол мына әлі де ғалымдар оған нақты шешім келмеген. Например, Улалинка дейтін бар Алтай жақта. Ол бір жағынан ескерткіш ретінен қарайды, бір екінші жағынан әлі күмән бар оған. Сондықтан мына малтатас галькалар болса, мына малтатастар, сонда ондай көбінесе күмән болады. Бірақ ол үшін қарау үшін тағы да серия керек. Например, ол бірнеше мұндай жаңқалар кездессе, ретушпен, бірнеше құралдар кездессе, онда айтуға болады, мынау жасанды екен деп. Ал біреу кездейсоқ табылса, онда оны дәлелдеу қиындау, оны көбінесе бұлай есепке алмайды. Бірақ іздеу ол біріне
себеп болады іздеуге сол жерді қарауға, дұрыстап тұрып мысалы. Қазіргі уақытта ондай не бар. Енді ең басты тағы бір несі бұл жаңағы шикізаттың түрі шығар енді. Кез келген тастан құрал жасалмайды ғой. Иә, шикізаттың түрі әрине. Қандай пайдаланған шикізаттар көбінесе? Көбінесе енді ең жақсы шикізат ол кремень. Шақпақтас. Шағылат деген сөзден шығып тұр ғой. Иә, мына неде атауы да ол берілген, неде енді мына Маңғыстау жерде көптеген осындай шақпақтастың нелері шыққан жерлері бар шикізаттың. Ол деген ана шақпақ ата, сол неден шыққан сөздер ғой бәрі де. Мына ал біздің енді Ақтөбе өңірінде ол көбінесе құмтас, кварцитті құмтас, ол кварцитоидный песчаник дейді. Ол енді көбірек мына Мұғалжар тауында шыққан, бірақ енді ол несі енді качествосы кішкене төмендеу кременьге қарағанда. Кремень ол шақпақ енді ол қатты, кішкене енді көпке шыдайтын тас, ал құмтас ол енді ішінде құм болғасын, мындай неге физикалық, химикалық процесстерге не қылады, бұзылады, әсер етеді. Химикалық процесстер онда жайлап бұзыла бастайды. Оны коррозия деп атайды. Мысалы, мына жердің бетінде жатқанда, жел соққанда ол кішкене жайлап ойыла бастайды. Сондықтан ондайда проблема бар. Қалай мына артефакттарды датқылауға болады, мерзімдеуге болады. Өйткені мына оны былай сақталуына қарап тағы да бөледі. Мысалы, артефакттың түрі үсті мықты бұзылған болса, жел әсерінен, әлде физикалық тағы мына жылудан, күннен, сонда ол кішкене онда ертелек. Ал енді он дефляция бойынша бөлек. Мықты дефляция жасалған, орталау дефляция жасалған, кішкене дефляция жасалған, сондықтан оны да кезеңдеуге болады. Ерте палеолитке жатады ма, орта палеолит, кейінгі палеолит. Бұл енді әдістер ғой. Таза ғылыми әдістер. Мына жалпы бір андай қосымша тағы бір сұрақ болып тұр. Жалпы мына палеолит дәуірі, мезолит дәуірі, неолит дәуірі бөлінеді ғой. Тас дәуірі. Осы дәуірлерде мына шикізатқа қатысты өзгерістер болды ма? Мысалы, жаңа айттық, палеолит дәуірінде шақпақ тастар деп. Мезолит дәуірінде де осы тас шикізаты пайдаланылды ма, жоқ қосылды ма басқалар? Енді ол өңірге байланысты, қай жерде қай тас көп, сол тасты енді көбінесе пайдаланған. Енді мына Ақтөбе облысында шақпаққа түгіл, мына шақпақ тас түгіл, оны көбінесе мына кварцитті құмтас пайдаланған палеолит дәуірінде. Бірақ енді мезолит дәуірінде онда технология бәрі өзгереді. Онда мына техника өзгергенден көбінесе микролитизация пайда болады. Сондықтан мына ежелгі адамдар көбінесе жақсы шикізатқа көңіл бөледі. Сондықтан мына Ақтөбе облысында ашылған ескерткіштердің көбінде мына мезолит, ертең неолит болғанда олардың нелері шикізаттар көбінесе шақпақ тастар. Ал энеолит дәуіріндегі ескерткіштердегі мына шикізат ол көбінесе құмтас тағы да. Сондай айырмашылығы болады мына неге байланысты, шикізатқа байланысты. Сосын енді ішінде талдау болады айыру үшін қандай. Енді шикізат көбінесе енді шақпақтас бізде. Сосын яшма бар. Ол яшма енді кішкене аздау кездеседі солтүстік Ақтөбе облысындағы нелерде, жерлерінде. Халцедон кішкене кездеседі. Сосын аргелит бар, оливролит, енді 10% нелері аздау болады. Мына неге қарағанда, құмтасқа қарағанда, сосын неге шақпақтасқа қарағанда. Жақсы. Жалпы осы тас дәуірінде тас еңбек құралдарынан басқа тағы да қандай материалдар, бұйымдар пайдаланып болды ма? Енді ол пайдаланған біздің облыста айтсақ, көбінесе ескерткіштердің бәрі ол мәдени қабаты сақталмаған. Сол кезеңнен енді ол кезде енді палеолит дәуіріне қарасақ, онда сүйектер сақталмаған, енді жер бетіндегі ағаш құрал болса, оларды сақталмаған, тек сақталған тек қана мына тастар. Оның сақталуы да енді әртүрлі, таста бұзылады уақыт бойынша. Ал мына неолит, энеолитқа қарасақ, онда
қыш ыдыстың мына сынықтары сақталған. Ол неолитте енді өте сирек кездеседі, ал энеолитте кездеседі. Мына Ақтөбе облысында бірнеше сондай ескерткіштер нелермен, керамикамен, қыш ыдыстармен. Олар сақталады жақсы. Сүйек енді аздау сақталады. Енді жаңа бұның сақталмауының себебін айтып өттіңіз, жаңағы мәдени қабаты түзелмеген деп. Яғни ескерткіштердің, еңбек құралдардың барлығы жердің бетінен анықталып тұр ғой. Жердің бетінен анықталып тұр, иә. Себебі не екен? Себебі енді мына енді біріншіден енді аз зерттелуі осы өңірдің, екіншіден енді көбінесе мына ондай бізде енді ауа райы, енді табиғат резко-континентальный климат дейді оны. Көбінесе мына жел ұрып тұрып, ана нелер мәдени қабат сақталмай қалады. Көбінесе ана желдің бәрі ұшып не жаққа кетіп қалады, оңтүстікке қарай. Біздің Ақтөбе облысы емес, тек қана бәрі Қазақстан бойынша сондай проблема бар. Өте сирек кездеседі мәдени қабат сақталған ескерткіштер. Ол көбінесе мына кездесетін жатады неолит, энеолит дәуіріне. Мына өзен бойындағы алювий мықты болған жерлер, сол жерде табылуы мүмкін. Енді Ақтөбе облысында сақталған сондай қабат, ол Сарымұрза дейтін ескерткіш бар. Мына неде Хромтау ауданында. Сосын мына енді біз ойлап отырған бір ескерткіш, ол мына Қамысты көлінің қасында, мүмкін сол жақта сақталған деп ойлап отыр. Қай аудан? Мұғалжар ауданы. Мұғалжар ауданы мына неде Бұлақты ауылдан өте алыс емес сол жерде. Бұлақты Радники ғой бұрынғы, иә? Жалпы осы екі ескерткіш, Сарымұрза мен онда Қамысты көл, Сарымұрзада зерттеу жұмыстары жүргізілді ме? Зерттеу жұмыстары кішкене жүргізілді. Оны бірінші ашқан Ростислав Александрович Сегедин. Сонда қола дәуірінің нелері бар, ескерткіш нелері, артефакттары, сосын неолит дәуіріне бар жататын кішкене ескерткіш табылды. Сол жерде сосын біз 2016-17 жылы қазба жұмыстарын кішкене жүргіздік. Соны нені индустриясын анықтау үшін. Сол бірнеше артефакт табылған, құралдар табылған, сол неолит дәуіріне жатады. Қамысты көл тұрағында? Қамысты көл тұрағында енді біз жоспарлап отырық биыл шығуға сол жерге. Оны 2009 жылы біз экспедиция жасағанбыз осы неде, осы Ақтөбе облысында. Сонда осы ескерткіш бізге не бойынша перспективасы көрінген осы ескерткіштің. Бірақ енді уақытқа байланысты біз ол жерде жұмыс істей алмадық сол кезде. Енді биылдан бастап енді үлкен бір жоба болып жатыр, Ақтөбе облысының әкімінің несімен, қолдауымен. Сол нені біз ойлап отырық, осы нені жалғастыруға. Жақсы. Жалпы жалпы осы палеолит дәуірінің, неолит дәуірінің ескерткіштерінің анықтаудың негізгі әдістері қандай? Енді біріншіден анықтау үшін енді алдын ала дайындалық этап болады, дайындайтын. Ол бірінші қарайтын геологиялық карталар, қай жерде шикізат бар, шикізат жоқ, сосын су қай жерде ағып тұр, оның бәрінде қарау керек. Сосын топокарталарды қарап, өткені өзендердің нелері, енді ағыстары қазіргі уақытта бұрынғы уақытпен сәйкес келмейді көбінесе. Соны қарап анықтаймыз. Сосын енді ескерткішті тапқаннан кейін біз оны енді типология ретінде анықтаймыз. Енді палеолит дәуіріне жататын артефакттар, олар басқа типті, енді оны қарауға болады. Мезолит дәуірінде бұл енді микролитизация кетеді, ол жақта көп мындай сына техникасы дейді, оны вкладышевая техника пайда болады. Сонда көбінесе мына сегмент, трапеция кездеседі, параллелограмм, сосын тағы да басқаша микролиттер кездеседі. Енді оны қараймыз неден, енді мезолит пен неолит енді сәйкес келіп тұр, бір уақыттарда немес енді жақын орналасқан. Оны ажырату өте қиындау. Сондықтан оны статистика бойынша қараймыз тағы да. Енді мезолит ол докерамический неолит, бұл жақта керамика болмайды. Екіншіден ол мына тілімшілердің несіне қараймыз, жуандығына қараймыз, сосын мына
ұзындығына қараймыз. Енді мезолитте ол бәрі де микролитизация. Ол если 5 миллиметрдан аз, енді 1 сантиметрге дейін көп болса, онда процент санаймыз. Қанша процент осындай тілімшелер, қанша процент мындай тілімшелер. Сосын құралдарына қараймыз. Енді қай жақта көп қырғыштар кездеседі, кескіштер кездеседі. Сосын енді острие, тағы да басқа ескертнелер, артық құралдар, соның бәрін қарап біз ажыратамыз енді. Жақсы, көрермендерге егер қызықтырып жатқан сұрақтарыңыз болатын болса, қойып отырыңыздар. Бір эфир барысында сізге жауап беруге қонағымыз тырысады. Жалпы Талғат Базарбайұлы, сіз орталық ғылыми институттың маманы ретінде, жалпы осы біздің өңірде жалпы Батыс Қазақстанда алатын болсақ, тас дәуірі ескерткіштерін зерттеу бойынша қандай міндеттер қойылып жатыр орталық ғылыми академиялық институттың тарапынан? Бар ма? Ондай енді қазіргі археология ғылымда қазір осындай әдіс қолдана бастады. Енді бұрыннан да қолданады, енді қазіргі уақытта ол деген енді болу тиіс. Ол біріне қалайды ғой, междисциплинарный подход дейді. Бірнеше ғылым бір нені зерттеу керек. Өйткені тек қана бір ғылымның нәтижесімен, бір ғылымның зерттеулерімен нәтиже алу қиын. Сондықтан біз ол жерге почвовед бар, геолог бар, геоморфолог бар, бәрі нелерді қолдану керек, пәнаралық болу керек. Сондықтан нәтижесі көбейеді. Енді екіншіден, мына зерттеу бойынша енді мындай перспектива бар. Енді көбінесе енді Батыс Қазақстанда да ескерткіштердің бәрі жердің бетінде, жаңа айттық қой, тас дәуіріне жататын ескерткіштер бәрі жер бетінде сақталған. Сондықтан енді ол үлкен біздің мәдени неміз, енді тарихымыз. Оны да зерттеу керек. Енді бірнеше әдіс қолдану керек. Сондықтан қазіргі уақытта енді әлі көптен қолданбаған, бірақ жайлап оны нетіп жатыр. Енді метод катионного показателя дейді. Оны енді қазір қолданып жатыр Францияда, сосын Германияда. Біз сондай бірнеше артефакттарды бергенбіз сол ғалымдарға. Енді олар мына артефакт жер бетінде тұрғаннан кейін оған әсер етеді. Күн сәулесі әсер етеді, жел әсер етеді. Сол күн сәулесі әсер еткеннен кейін патина пайда болады. Сол патинаның қалыңдығына қарап, сосын патинада қандай мына оксидтер болады. Оксид титана, оксид калия, соның нелерін қарап, қандай процентта қалған калий жылдамырақ тара бастайды, ал титан енді мықты болғасын қалай береді, соның процентіне қарап, соның несін анықтау болады тоже, датасын. Ол сондай бір әдіс қолдану керектігін ескеріп отырып. Екіншіден, енді ол мына зерттеу ескерткіштерді, сақталған мәдени қабатта ескерткіштерді зерттеуін бізде көздеп отырық. Ол деген мына Батыс Қазақстанда қазір соңғы жыл біз зерттеп отырық. Мына Тасқала ауданында Деркул дейтін ескерткіш бар, Вавилинамен. Сол жерде енді біз ояққа енді пәнаралық экспедиция жасап, сол жерде зерттеп отырық. Енді мына Ақтөбеде сондай бір енді мына Қамысты көлді зерттеп көруге. Оған бір мындай енді не бар, мына палеолит дәуірінде кішкене қиындығы, органика сақталмайды. Органика сақталса, онда радиоуглерод несімен даталауға болады, мерзімдеуге болады. Ал мына Қамысты көлде онда сол саздан OSL метод бар, оптически стимулирующий люминесценция. Сол арқылы біз ойлап отырық оны мерзімдеп көруге. Енді әрине ескерткіштер артефакттар тапсақ, онда солай мерзімдейміз. Жалпы мындай келесі бір сұрақ. Жаңа жер бетінен, ескерткіштердің жер бетінде табылуы ғой бізде бір ерекшелік. Тағы да тас дәуірінің қандай ерекшелігі бар біздің өңірдегі? Енді мына Ақтөбе облысында енді өте қызықты ескерткіштер мына неден пайда болып жатыр. Мына оңтүстік жағында, Шалқар ауданында, сосын Ырғыз ауданында көптеген нелер бар, құмдар бар. Ол енді
үлкен борсыққұм, сосын кіші борсыққұм, сосын мына ырғыз бойынша аққұм сағыз бар мына ойыл бойында. Сосын бірнеше осындай құмдар бар. Сол құмда өте көп ескерткіштер сақталған. Өйткені енді ол құмдар бұрыннан да құм болып келген жоқ, бірақ климат басқа болғандықтан, табиғат басқа болғандықтан ол жерлер өте ыңғайлы жер болған, аң тоқтауға, сосын аңшылық жасауға. Сол жерде көптеген сақталған ескерткіштер бар. Оны енді Ақтөбе облысының енді тұрғыны, қазір магистратура бітіріп жатыр биыл, Қуандық Самрат дейтін, Ақтөбе облысының тарих факультетін бітірген, сол магистрлық диссертациясын қорғайын деп жатыр. Мына раз үлкен борсыққұм, кіші борсыққұм туралы. Сонда бірнеше енді оның өзінің ерекшеліктері бар. Өйткені мына құм кішкене ашыла бастап, ол деген мәдени қабатты ашады. Сол мәдени қабатты ашқаннан кейін сақталған нелерді табуға болады, ескерткіштерді. Сондай бір нелер бар, қызықты нелер. Бұл құмдардағы анықталып жатқан ескерткіштер қай кезеңге жатады көбіне? Ол көбіне енді біз статистика бойынша қарағанда енді көбінесе неолит, энеолитке жатады. Енді энеолит өте былай ажыратылады. Енді мына не бар? Көктомақты дейтін құм, мына үлкен борсыққұм мен кіші борсыққұмның арасында бір ескерткіш. Сонда тек қана мына құмтастан жасалған нелер, құралдар. Ол деген нелер, жебенің ұштары, сосын нелер, дротиктің ұштары, сосын пышақтар, қырғыштар. Ол деген бір комплекс болып тұр өзі. Ал мына недегі үлкен борсыққұмда, кіші борсыққұмда, онда енді неолит дәуіріне жататын нелер, құралдар көп кездеседі. Ол деген өте пышақ тәрізді тілімшелер ретуштелген, сосын нелер, қырғыштар көп кездеседі. Сосын құмыран ыдыстары көп кездеседі. Енді тағы да бір сол жерден табылған артефакт, ол утюжок деп аталады. Ол деген енді өте репер деп саналады, мәдениетті көрсететін, сосын хронологиялық кезеңді көрсететін. Ол бірінші жағынан көрсетеді, қалай енді неолит дәуірінде неолитическая революция болды дейміз. Адамдар теріп жүретін шаруашылықтан, аңшылықтан производящий өндіріске көшеді. Мал шаруашылығын ұстау, егіншілікке көшеді. Қалай утюжоктар неден Ирак жақтан қалай солтүстікке көтеріле бастайды, солай деген неолитическая революция жылжығанын көрсететін бір сондай болжам бар. Сондықтан Ақтөбе облысында, Шалқар ауданында сондай утюжоктар жақсы табылды. Екеуін таптық біз сондай. Талғат Базарбаевич, у нас вопрос на русском языке. Давайте задам, біздің көрермен қойып жатыр. Почему у нас очень... Вопрос, почему слабо у нас развита археология в целом? Много неисследованных мест. Археология, я бы не сказал, что у нас слабо развита, но специалистов не так много в Казахстане, археологов, поэтому, например, если процентно смотреть, например, маленькой Японии, там, когда мы разговаривали с коллегами, у них только на один период палеолита около 2000 археологов было. У нас то есть кто занимается каменным веком, у нас специалистов по каменному веку меньше 10 человек, поэтому, то есть заниматься, во-первых, очень мало специалистов, во-вторых, территория Казахстана очень большая, поэтому необъятная, поэтому ведутся работы пока, это для будущих поколений останутся, то есть места, которые можно изучать. Вот как раз таки, вопрос об этом, почему специалистов мало у нас? Во-первых, причина, наверное, в том, что очень мало интересующихся историей. Раньше, если были, например, даже если посмотреть на исторический факультет, который в основном пополняет ряды археологов в Казахстан, сейчас и обучающихся на факультетах малое количество. То есть
Потом эта работа связана с определенными сложностями, которые, то есть это работа в полевых условиях, работа в неблагоприятных условиях, потом достижение результата идет путем большого труда, то есть определенное время занимает. И поэтому, возможно, людям охота получить там сиюминутные результаты. Ну и здесь у нас есть градации и по периодам в археологии, например. Больше людей интересует все, где артефакты выглядят более презентабельно, на их взгляд. Это, например, то, что с золотом связано, то, что связано, например, там, с какими-то городами и так далее. То есть, что вот наглядно видно и доказывать так сильно не надо. А каменный век, он немножко специфическая область. Она больше связана с геологией, больше связана с естественными науками, поэтому учиться там надо много и по типологии, и по трассологии и так далее. Поэтому, наверное, и меньше специалистов. Ну и в археологии в целом сейчас очень как бы уменьшилось количество людей, которые поступают на ИСТФАК, а дальше уже и на науку идут. Ну это в целом по стране, мне кажется, так, ситуация. Что можете сказать о поддержке государства специалистов? Ну, есть поддержка, да, есть на уровне комитета науки, то есть Министерства образования и науки, выделяются определенные грантовые программы, то есть проекты, которые стимулируют исследователей на проведение исследований, проведение каких-то там исследований в области археологии. Поэтому для того, чтобы соответствовать этим условиям, надо иметь там, например, определенную базу, там, чтобы человек был остепененный, человек имел какой-то опыт в публикациях в этой области и так далее. Поддержка, в принципе, оказывается, но главное, чтобы люди работали. Жақсы, рахмет. Біздің тараптан келесі бір сұрақ бар. Мана тыңдарманның сұрағына байланысты шамалы біз не ауытқыдық. Сол себепті жалпы неолит дәуіріне жататын біздің өңірде қандай маңызды ескерткішті айта аласыз? Уникальный ескерткіш бар ма? Неолит дәуіріне ма? Енді Ақтөбе облысында маған енді мен бойымша енді мына құмдарда орналасқан ескерткіштер маңызды болып тұр. Мына Шалқар ауданында ол Жылтыр дейтін ауылдың маңайында бір ескерткіш бар. Сосын Байқадам дейтін ауылдың қасында ескерткіш бар. Біз оны мына барлау жұмыстарын өткізгенде анықтадық, бірақ енді нақты жұмыс өткізген жоқпыз әлі. Сол ескерткіштерді зерттесек, оны бәрін қарап, бірталай не беретін сияқты, мәлімет беретін сияқты. Енді қызықты жерлер Ақтөбе облысында неолит дәуіріне өте көп. Ол деген мына солтүстік жағында, мына Хромтау, Қарғалы ауданында перспектива бар тау мәдени қабаты сақталған ескерткіштердің. Сол жерді зерттеу керек, бірақ оны барлау жұмыстарын өткізіп, соны анықтағаннан кейін, оны қазба түрінде зерттеуге болады. Ондай да ескерткіштер қызық болып тұр. Талғат Базарбайұлы, мына біздің бір көрермен мынандай бір сұрақ қойып отыр екен. Жалпы сіз енді мынау шетелдермен байланысыңыз бар, привлечение волонтеров дейді. Оларда волонтерларды тарту мәселесі қалай қойылған? Бұл енді бұл кісінің ойы осы волонтерларды тарту арқылы, қызықтыру арқылы мына осы археология саласына мамандар тарту мәселесін қойып отыр дейді. Ол өте дұрыс сұрақ. Өйткені волонтерлар мына шетелде енді ол мықты дамыған. Ол жақта енді мен бір жыл біз қатыстық экспедицияда Майбұлақта, оңтүстік Қазақстанда. Сонда Германиядан келген зерттеушілер болды, Тюбинген университетінен. Сонда келген зерттеушілердің бәрі де олар волонтер болып есептеледі. Бірақ тарих маманын бітірген, археология саласында жұмыс. Бірақ олар жариялайды сайтта, жарнама, осындай экспедиция болады, осындай не зерттейміз ескерткіштерді. Сонда олар өздерінің резюмесін алып келеді екі жерден, сосын қатыса алады. Бізде енді ондай мықты дамымаған, енді бір осындай жұмыс өткізіліп жатыр. Енді Казахское национальное географическое общество бар, енді Қазақ география дейтін. Енді олар да осы салысып жатыр осындай жұмысқа. Біз енді
енді жарнама ретінде айттық, осындай бізге енді адамдар керек деп. Енді бір жағынан археологияда волонтер ол тек қана ол енді әшейін қазба жұмысы емес, онда кішкене бір не болу керек, навык болу керек. Біз неге оны студенттермен нетеміз? Өйткені олар кішкене теория жағын оқиды. Мындай ескерткіш болады, мындай әдістері болады, қазудың бір нелері болады, әдістері. Ал енді біз тек қана біріншіден келген волонтерлар болса, оларды үйрету керек. Оған бірталай уақыт кетеді. Өйткені оның қазудың әдістері бар. Сондықтан если жайлап былай қалыптасса ондай мектеп, онда жақсы болады бізге. Менде оны жайлап жолға қою керек. Бізде мынандай тәжірибе бір орын алған болатын, жалпы өзімнің алдына біздер енді қазір айтып жүрік қой, черный археология деп. Енді менің алдыма келген адам болды, біз сіздің экспедицияларға қатысайық волонтер есебінде, үйренейік деген. Мен осындай заттарды тауып жүрмін, іздеп жүрмін деген сияқты. Осы мәселе қалай? Бізде соған, осы волонтерлыққа, қазба жұмысына волонтерларды араластыруға біздің мәдениет жетті ме? Мәдениетіміз жалпы. Мәдениетіміз енді бір жағынан жетті ол. Біз деген жаңағыдай өз бетімен қаза беретін адамдарды дайындап жүрмейміз бе бұл жерде? Ол ондай не бар енді. Күмәнді енді қалай айту. Риск бар ондай аха. Бірақ менің ойымша ондай волонтерлармен бір заңды түрде жұмыс істеу керек, бір келісім шарт қойып, может бір организациядан болса, сосын ол әртүрлі жұмыс болғандықтан ол есеп болу керек олардан да. Өзінің несі болу керек, ответственность болу керек. Сосын бір енді бізде жұмысқа қатысқаннан кейін ол басқа жерде уже оны олай қазуға кірісуге болмайды. Енді мұнда бір жағынан заңды кішкене енді заңды қаталдау жасау керек. Енді ол мына осындай археологиямен айналысқан адамдарды не бойынша, кодекс бойынша, уголовный кодекс, сонымен уже нету керек, жазалау керек ондай адамдар. Заңсыз айналысқандар ғой. Өйткені мына заң бойынша лицензия болу керек ондай айналысатын адамдардың. Лицензия болмаса, онда ол заңсыз деп саналады. жұмыстар. Жақсы. Жалпы Талғат Базарбайұлы, біздің уақытымыз шектеулі, аяқталып қалды. Енді келесі бір осындай сұрақ, сонымен осы бүгінгі біз кездесуімізді аяқтасақ деп ойлаймын. Жалпы Ақтөбе өңіріндегі тас дәуірін, жалпы алғанда тас дәуірінің ескерткіштерін зерттеу перспективалары қандай? Зерттеу перспективалары көп. Ақтөбе облысының өткені бір жағынан ол енді облыс өте үлкен болғандықтан, екіншіден ол мына осы екі үлкен теңіздің қасында орналасқан, енді бір жағынан Каспий, бір жағынан енді Арал, сосын ол бір жағынан транзиттік болып саналады. Әр кезеңді қарасақ та ол транзиттік болады. Темір дәуірінде де, орта ғасыр бойынша да, ал тас дәуірінде ол қалай индустриялар оңтүстік Қазақстан, сосын енді Ближний Восток дейміз, сояқтан қалай индустрия жүрген, солтүстікке қарай қалай бір-бірімен мындай қарым-қатынас болған, соның бәрін қарауға өте үлкен мүмкіндік береді. Бір жағынан ол әлі көп зерттелмеген облыс. Сондықтан археология картасында әлі ақ не болып тұр, белое пятно дейміз ғой, көп нелер, проблемалар. Енді палеолит несі кішкене зерттелсе, Мұғалжар тауында, әлі мезолит дәуірі өте сирек кездесетін Ақтөбе облысында, бір-екі ескерткіш нақты білінетін. Неолит енді кішкене кездессе көп, бірақ әлі көп зерттелмеген олар. Энеолит аз кездеседі. Сондықтан біріншіден облыс үлкен үлкен, көптеген ескерткіштерді ашуға болады. Ол бір жағынан көрсетеді қандай деңгейде болған осы кезеңде, например, қандай қарым-қатынастар болған облыста тұрған ежелгі тайпалардың. Екіншіден, перспектива ол нелерді іздеу, мәдениет сақталған ескерткіштерді. Ол солтүстік Қазақстан, солтүстік Ақтөбе облысында, сосын палеолит дәуіріне жататын. Ондай ескерткіштерді табып алғаннан кейін абсолюттік дата
онда нақты не болады, дата болады, қай кезеңде қандай мәдениеттер тұрған осы жерде. Қазіргі уақытта бәрі салыстырмалы түрде ол есептеледі. Сондықтан облыста әлі көптеген перспективалар бар зерттейтін. Жақсы, рахмет Талғат Базарбайұлы, бүгін біздің сұхбатымызға қатысып, өзіңіздің ойларыңызбен бөліскеніңізге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Жаңа ашуларыңыз көп болсын. Рахмет. Жақсы, рахмет көп. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.